Түркістан облысында 15 қаңтардан бастап жабық базарлардың қызметі демалыс және мереке күндері тоқтатылады. Яғни жұмыс күндері сағат 9:00-ден 19:00-ге дейін қызмет көрсетеді. Сондай-ақ үй жанындағы дүкендерге сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат беріліп отыр. Ал мал базарлар санитарлық дезинфекциялық режимді күшейте отырып, тек сәрсенбі күні жұмыс істей алады. Сонымен қатар алып кету және жеткізіп беру режимінде жұмыс істейтін нысандардан басқа қоғамдық тамақтану объектілерінің қызметі демалыс күндері мен мереке күндері жұмысын тоқтатылып, дүйсенбі, жұма күндері сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін қызмет көрсетуге рұқсат берілді. Онда да санитарлық дезинфекциялық режимді сақтап, 2 метр әлеуметтік қашықтық сақталуы керек. Ал сауда саласындағы объектілердің қызметі сағат 9:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс істеуіне рұқсат берілген. Құрылыс, оптика, гүл дүкендері мен зоомагазиндердің қызметі жұмыс күндері сағат 9:00-ден 18:00-ге дейін, демалыс және мереке күндері жұмыс тоқтатылады. Сұлулық салондарының, шаш тараздардың, спа орталықтардың косметологиялық қызмет көрсететін объектілер қызметі алдын ала жазылу бойынша сағат 9:00-ден 21:00-ге дейін шектеледі. Моншалар мен сауналардың қызметі 50%-дан аспайтын сыйымдылықта сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін, демалыс және мереке күндері жұмысы тоқтатылады. Мектепке дейінгі балалар мекемелерінің кезекші топтарының қызметі 15 адамнан асатын емес, жұмыс істеуіне рұқсат етілді.